Алтыным, мен құрақ құрап саған әдемі көрпеше тігіп отырмын. Ол қалай жасалынады? Құрақ құрау қазақ халқында ғасырлар бойы келе жатқан қасиетті қолөнер. Құрақ құрау мата қалдықтарының қиындыларын кәдеге жаратудан тұрады. Құрақ деген сөз әртүрлі маталардың қиындысын қиыстырып, бірге біріктіру, тігу деген ұғымды білдіреді. Ертеректе әжелеріміз әртүрлі маталардан жасаған, әртүрлі маталарды ескірген киімдерді таза бөлігін қиып алып, құрақ құрап әдемі көрпешелер жасаған. Бұл қолөнер шыдамдылықты, шеберлікті талап етеді. Бұның әрбір қиындыларын өлшеп, әртүрлі мата түрлерін бір-біріне келтіріп жасайды. Айналайын қызым, құрақтың түрлері көп, соның ішінде көп тараған түрі қошқар мүйізді ою-өрнектен жасалған көрпелер мен көрпешелер. Ана, сон мен саған тақпақ айтып білем. Ал айта ғой, сені тыңдайын. Мені жақсы көреді, күнде күліп сөйледі, көпшіліктегі біледі, маған айтып келеді. Қандай әдемі тақпағың. Айналайын қызым, құрақ құрау, тоқыма тоқу, қолөнерлерін мен әжемнен үйрендім. Үйренгенді саған айтамын, саған үйретемін. Қызым, мына құрақ көрпелер, төсеніштер қолдан жасалып, қолдан тігілген бәрі. Төрде тұрған ұлттық домбырамыз, оның қасындағы бойтұмар, берекет, бірліктің нышаны ретінде тағылады. Айналайын қызым, ата-бабамыздан келе жатқан қолөнер саған болашақта азық болады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, еңбекпен тапқан нан тәтті, бақыт деген сол жарығым.